Кішкентай қыз туралы шығарманың 5-ші бөлімі. Тыңдай отырыңыздар. Арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпайық. Менің бақшасы бар үйім, деді жар басына аптыға жеткен Ненси. Ол қатты шошынғанда осылай дейтін. Полианна Бикеш, сіз мені қорқытып жібердіңіз ғой. Қорқыттым ба? Деді таңғалып. Жар басынан түскісі келмей, бұған қарай құлықсыз келе жатты. Кешіріңіз, сізді қорқытайын деген ойым болған жоқ. Әкем мен әйелдер көмегі де алғашында қорқатын, бірақ кейін олар да үйренісіп кетті. Менде бәрі жақсы екенін біліп, уайымдауды қойды. Бірақ мен сенің кетіп қалғанды білмей де қалдым ғой, деді де Ненси оның қолынан шап беріп ұстап алды. Қашып кетпесін дегені. Аспанға ұшып кетті ме дедім. Біресе шатырдан құлап кеткен болар деп ойладым. Расымен солай ойладым, Құдай ақы, деп баланы жетелей, сөзін бірнеше рет қайталап, таудан тезірек түсуге тырысты. Полианна қуанғаннан секіріп алды. Мен дәл сіз айтқандай жасадым, деді ол мақтанышпен. Алайда жоғары емес, төмен қарай ұштым. Терезе жанындағы ағаштың бір бұтағынан біріне өрмелеп жүріп жерге түстім. Ненси бір орында сілейіп тұрып қалды. Қалай, деп қайталап сұрады. Тереземнің тұсында өсіп тұрған ағаштың бір бұтағынан екіншісіне секіріп, одан басқасына ауысып, солай жерге қарғып түстім, деп қайталады Полианна. Сұмдық-ай, деді Ненси ілгері басып. Бұл тірлігімізге Поли тәтең не дер екен? Деді қорқытқан кейіп танытып. Не дейтін білгіңіз келеді ме? Деді Полианна асқан қызығушылықпен. Үйге барған соң тәтеме бәрін айтып беремін. Сіз сонда оның не дейтінін естисіз. О не дегенің? Деді Ненси шошып кетіп. Жоқ, өтінемін, айтпашы. Поли тәтеме бұл ісіміз ұнамайды деп ойлайсыз ба? Деді Полианна ренжи қарап. Жоқ, шындығында, иә, деді Ненси шатасып. Негізі мен қалжыңдадым. Шынымды айтсам, бұл ісіміз жайлы тәтеңнің не ойлайтынын білгім келген жоқ еді. Ненси айтқан сөзі үшін қатты ұялды. Өйткені ол Полианнаны бәрінен қорғаймын демеп пе еді? Асығайық, деді Ненси әңгімені басқа жаққа аударып. Әлі ыдыс жууым керек. Сізге көмектесемін, деді қуанып кеткен Полианна. Жоға, о не дегенің, Полианна Бикеш, деді Ненси ұялыңқырап. Олар үнсіз кетіп бара жатты. Күн ұясына батты. Тез қараңғы түсе бастады. Полианна Ненсиге жақындай түсіп қатарласа жүрді. Сізді қорқытқаным жақсы болған екен, әйтпесе менің артымнан келмес едіңіз. Полианна иығын қиқаң еткізді. Ол қараңғыда жалғыз жүруден қатты қорқатын. Ағылағым менің, сүйкімдім сол, деді Ненси мейірлене қарап. Қарның әбден ашқан шығар. Бүгін сені тәтті дәмділермен қуанта алмаймын. Кешкі асқа тек нан мен сүт қана. Оның үстіне сен бүгін ас үйде менімен тамақтанасың. Себебі тәтең кешкі асқа уақытылы түспегенің үшін ашуланды. Сені осылай жазалайын деді. Мен тауда жүрген соң келе алмадым. Иә, бірақ ол сенің жарға кетіп қалғаныңды білген жоқ қой, деді Ненси күлкісін әрең ұстап. Тауға кеткенің үшін жазалап, сүт пен нан ғана беру дұрыс емес қой. Бірақ амал қанша? Өкінішті-ақ. Ал мен өкінбеймін, керісінше қуаныштымын. Қуаныштымын. Не үшін қуаныштысың? Мен сүт пен нан жегенді ұнатамын, және сізбен тамақтанғанда ұнайды. Көрдіңіз бе, маған қуану түк те қиын емес. Саған қуану аса қиындық тудырмайтынын білемін, деді Ненси, Полианнаның шатырдағы бөлмесін қатты ұнатқанын есіне алып. Полианна сықылықтап күлді де, ойынның бар қиындығы осында, деді. Ойын? Иә, әрдайым қуанып жүру деген ойын бар. Бәрі дұрыс па? Деді Ненси таңырқап. Әрине, ол сондай қарапайым ойын. Бұл ойынды маған әкем үйретті, деді Полианна қуанып. Біз мұны кішкентай кезімнен бастап ойнай бастадық. Сосын әйелдер көмегіндегілермен де ойнадық. Бәрі емес, тек бірен-сараны ғана ойнады. Ол қалай? Мен ойынның түбін түсірем деп те айта алмаймын. Десе де айтып берші. Қуаныш ойынын ешқашан ойнап көрмеппін. Полианна күлді, одан соң күрсінді. Оның көздеріне мұң ұялады. Ол ойынды ойнау бізге балдақ алып келгенде басталды, деді Полианна салтанатты түрде. Балдақ? Иә, мен қайырымдылық шарасы кезінде қуыршақ аламын деп үміттенген едім.
Әкем қайырымдылыққа өткізілетін заттарды жинайтын апайға қуыршақ алып келуін өтінген. Бірақ ол апай қуыршақтың орнына кішкентай балдаға келді. Бұл да бір кәдеге жарап қалар деп жазып жіберіпті. Әзірге ешқандай қызық көріп тұрған жоқпын. Бұл не ойын өзі? Ақмақтық сияқты. Сіз түсінбедіңіз. Біздің ойынның негізі сол, қуануға келмейтін нәрселерге қуану. Сол балдақтардан басталды бәрі. Менің бақшасы бар үйім. Қуыршақ күтіп отырғаныңда балдақ алып келіп тұрса, оның несі қуаныш? Қуанғаннан Полианна шапалақтап жіберді. Болады, қуануға болады, деді ол шексілесі қата күліп. Мен де басында сіз сияқты ойладым, бірақ әкем маған бәрін түсіндіріп берді. Маған да ойыныңды түсіндіріп жіберші, деді Нэнси сәл жабырқап. Бір сәт Полианнаның айтқандары оған қалжың болып көрінгендей. Әрі қарай тыңдаңыз, деді Полианна жеңісті түрмен түсіндіруге көшіп. Балдақ маған керек болмағаны үшін қуануым керек. Бар қулық осы. Бұл ойынның шартын білсеңіз, ойнау оп-оңай. Сандырақ, деді Нэнси. Полианнаға үрейлі көзбен қарап тұрып қалды. Сандырақ емес, өте жақсы ойын. Сол кезден бастап әкем екеуміз бірге ойнадық. Бірақ тек бұл ойынды ойнау кейде қиынға соғады. Мысалы, жаныңдағы ең соңғы жақының, әкең де ана өмірге аттанғанда, әйелдер көмегінен басқа жақын адамдарың қалмағанда, қуаныш табу қиындау. Дәл солай, сені ең жақын туысқаның, ішінде жиһазы жоқ, шатырдағы үйшікке қамап қойғанда да, деді Нэнси Полианнаның сөзін іліп әкетіп. Полианна ауыр күрсінді. Алғашқыда көңілім түскені рас, жалғыздығым үшін, ал кейін осыншама әдемі дүниенің ортасында өмір сүрудің бақыт екенін түсіндім. Нэнси, түсінесіз бе? Бөлмеме кірген мезетте өз ойынымды ойнай алмай қалған сияқтымын. Бірақ сонан соң бетімдегі секпілді жек көретінім есіме түсіп кетті де, қатты қуандым. Өйткені бетімдегі секпілді көретін айнамда жоқ қой. Содан кейін терезеге қарадым. Маған терезеге қарағандағы көрініс қатты ұнап қалды. Қуануға себеп іздегендей, басқа дүниелер туралы аз ойлайсың, баяғы қуыршақ оқиғасындай. Нэнсидің көзіне жас келді. Жауап ретінде деп тамағын кенеп қана қойды. Негізі бұл ойын мені көп уақытымды алмайды. Кей кездері өздігінен ойналады. Жылдар бойы ойнағасын ба жаттығып алғам. Көп ойнаған сайын көп әуестенемін. Даусы дірілдеп. Әкем бұл ойынды жақсы көретін. Енді маған бұл ойынды ойнау қиынға түсетін шығар. Әкем жоқ қой, ал жалғыз ойнау оңай емес. Мүмкін, сәл кідіріп барып тез сөйлеп кетті. Мүмкін Поли тәтем менімен ойнауға келісетін шығар, деді. Қабай, деді Нэнси ішінен. Сәлден соң дауыстап. Полианна бикеш, мен керемет ойнаймын деп айта алмаймын, бірақ талпынып көрейін. Солай, талпынып көремін. Талпынамын, дедім. Нэнси, Полианна абыржып тұрған Нэнсиді құшақтай алып, бар даусымен саңқ етті. Біздің қолымыздан бәрі келеді. Сіз де солай ойлайсыз ғой, иә? Мүмкін, деді Нэнси сенімсіз. Бірақ сен маған қатты сенбе. Мен ойын дегенді жақсы ойнай алмаймын. Бірақ талпынып көрейін, дедім. Енді сенің ойнайтын серігің бар. Мен бармын ғой, иә, деді Нэнси. Олар ас үйге кірді. Полианна сүт ішіп, нан жеп, жүрек жалғап алған соң, Нэнси оны тәтесіне жұмсады. Кішкентай қыз қонақ бөлмеге қарай аяңдады. Поли тәтесі кітап оқып отыр еді. Жиенін ызғарлы жанарымен бір шолып шықты. Полианна, кешкі ас іштің бе? Иә, Поли тәте. Бәрі осылай болғаны өкінішті-ақ. Бірінші күннен бастап саған сүт пен нан берейін деген жоқ едім. О не дегеніңіз, тәте? Қайта қуанып тұрмын. Мен сүт пен нанды жақсы көремін. Нэнси екеуміз кешкі асты қуанып отырып іштік. Поли тәтесі орындығына шалқайыңқырап. Полианна, саған қазір ұйықтау керек. Бүгінгі күн оңай болған жоқ. Ертең сенімен бірге отырып тізім жасаймыз. Саған қандай киім-кешек алу керек екенін де анықтаймыз. Қазір Нэнсиге барып, майшам сұра. Байқа, майшамды жөндеп ұста. Таңғы сағат 7:30-да. Уақытылы келесің деп үміттенемін. Ал қайырлы түн. Полианна нағашы әпкесімен жылы қоштасты. Оны құшақтады да, сіздің үйіңізде өзімді өте жайлы сезінемін, деді.
Оның түрінен бақыт лебі есіп тұрды. Осында сізбен тұратыным қандай жақсы. Бәрі жақсы болатынын жолда-ақ сезгенмін, деді де есікке қарай аяңдады. Қонақ бөлмеден шығып бара жатып, қайырлы түн, Поли тәте, деді. Жиені шығып кеткен соң, иә, деді ойлы үнмен Поли Бикеш. Бұл өзгеше бала сияқты. Поли бұрышқа қарап ойланып отырды. Мен оны кешкі ассыз қалдырдым, жазаладым, десем ол қуанып жүр, деді Поли Бикеш өз-өзіне. Тіпті уайымдамауымды өтінді. Менімен тұрған жақсы, деді. Ғажап, бұл ғажап, деді де қайтадан кітапқа үңілді. 10 минуттай уақыт өтті. Жалғыз қалған кішкентай Полианна шатырдағы үйшікте жастығының астына басын тағып үнсіз жылап жатты. Оның денесі дір-дір етіп, ішінен тынып жатыр еді. Әкетай, деді сыбырлап, мен қазір біздің ойынымызды ойнай алмай жүрмін. Мүлде қолымнан келмейді. Кішкентай, қорқынышты бөлмеде жалғыз жатқанымды көрсең, сенің өзің де маған не үшін қуану керек екен айта алмас едің. Қазір мен ең болмағанда Нэнсиге, немесе Поли тәтеме, тым болмаса әйелдер көмегіндегілерге жақын болмағаным да ғой. Мүмкін сонда қуанар ма едім? Нэнси бұл уақытта ыдыс аяқты жуып болып қалған еді. Егер мен қуыршақ орнына балдақ сыйлағанына қуанатын есер ойынды ойнауға бел бусам, деді сүттің табағын қырып жуып жатып. Егер ойнауға бел бусам, мен бұл ойынды өзімше ойнаймын. Бейшара қыз мені сүйеніш көрсе болды. Талпынамын, тырысып бағамын. Солай дедім, тырысамын.